па? Чәңе. Кино ғой, мен кино. Вау, Амина, привет! Гонки, тачки. Айтпақшы, өзімнің жаңалығыммен бөлісе кетейін. Бұйырса, осы айдың соңына дейін бұл үйді иесіне тапсырайын деп жатырмын. Іште қимастық болып тұр. Қаншама естеліктер бар бұл үйде. Өзімізге ыңғайлы ремонтын да жасаған болатынбыз. Натяжной потолок, кухня, гарнитур, екінші этажда TV-зона барлығын жасаған едік. Барлығы қалады. Енді амал жоқ, осындай шешімге келіп тұрмын. Қимайда тұрмын. Бір түрлі болып тұрмын солай. Көшу керек болып тұр енді осылай. Көшуге көмектесетін адамдар болса, жазыңыздар. Кто молодец? Я молодец. Короче, қошқарлардың астын көңін ойып, мынаны жұқасы неға жинап. Ауылда тұрғандар түсінеді, короче, қалай ойы көрек көңілдер. Түсінбейтіндерге түсіндіріп жіберейін деп қойсын. Мынандай квадрат қылып кесесің, песақамен аласың, ана апарып жинайсың. Сол бізде демалыс күні. Ақсаусақ деп ойлайтындар. Шаталаспаңдар сендер. Таза ауылдың қарапайым қара домалақ баласымыз ғой. Аман болайық, бар болайық, аман болайық ағайындар. Ей, қалайсыңдар? Ей, ыстық ол. Ыстық қой. Кемпір. Кемпірсің ғой, я? Іше ғой. Не деп атыр ол? Әже. Апа. Ата. Мама. Папа. Тәте. Әпше. Жезде. Нан.